тұрғаны, сен неге елка алып жатсың үйіңе? Әңгіме осы ғой. Саған қатысы жоқ ол мейрамның. Көрдіңіздер ме, Құрбан айтта, Ораза айтта, с праздником деп келіп тұрған сол ұлттарды көргенсіздер ме арамызда? Басқа дін өкілдері келе ме арамызға? Мейрамдарыңмен енді. Ата бәріміз бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатырмыз ғой. Мейрамдарыңмен деп келе ме солар арамызға? Келмейді. Өйткені олар біліп тұр. Бізге қатысы жоқ ғой олардың Құрбан айттары дейді. Олардың Ораза айт мейрамы бізге қатысы жоқ дейді. Солай емес пе? Сол үшін бауырлар біз анықтап алайық. Мұсылманның мейрамы қай жақта екендігін. Мейрамға келетін болсақ, мен Аллаға шүкір тауба, әр апта сайын мейрамымыз бар. Ол қандай күн? Жұма күні. Міне сайдыл аям, күндердің сұлтаны. Ал егер түнде тойлаған кез түнде сондай мейрам керек болса, ол қадір түні. Қадір түні. Бала шағамызбен дастархан жайып, тілегімізді айтып, Аллаға жалбарынып, дұған қабыл болатын түнме бойы да. Таң атқанға шейін деп айтты ғой Алла субхана ва тағала. Егер түн керек болса, күндіз керек болса, Құрбан айтым бар, Ораза айтымыз бар, Аллаға шүкір. Сол үшін бауырлар біз жаяу емеспіз. Аллаға шүкір, мұсылман. Шариғат біз мынаны түсінуіміз керек бірінші. Біздің жаңа жыл мерекесі бұл мемлекеттік мереке. Мысалы, біздің көп адамдар бұны дінге апарып чатастырып, дінменен мынаны алып келіп кәпір қылып, бұл дұрыс нәрсе емес. Мысалы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнін алыңыз. Қанмен, термен келген, аңсаған арманмен келген мереке бұл. Енді шариғатта дінде не тәуелсіздік күні бар ма не? Жоқ. Онда бұл да бидағат, онда бұнда күнә, онда біздің республика күніміз күнә, басқа мерекелеріміз күнә. Онда Қазақстан Республика деген бар ма шариғатта? Ол да жоқ. Онда қайдан шығады онда? Сондықтан бұны қуалай берсеңіз, осы дүниеге барып тірелеміз біз. Біз ондай анау жабайы жаманға апармау керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, бір нәрсені түсіну керек. Аяз ата бұл кішкене өтірік персонаж. Осыны балаға түсіндіру керек. Негізі Аяз ата деген физкультураның мұғалімі ол. Бәрі білетін шығар енді. Білмей жүргендерге айтып жатырмыз. Біліп жүріңіздер. Аяз ата деген болмайды негізі. Енді сол физкультураның мұғалім, дене шынықтырудың мұғалімін кішкене танып, білсеңіз сіз Құдайдан сұраңыз. Мүмкін Қыдыр ата деген біздің қазақ халқындағы түсінік керек шығар енді. Аяз атаға, Санта Клаусқа қарағанда. Сондықтан бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, жаңа жыл, мен соңғы сұраған кезде айтып едім, енді қалай қыламыз, түнгі енді мен қарсы алмаймын дейді да біреу. Мен тура 12-де шай ішсем бола ма дейді. Енді сен 11:30-да ішіп алса, айналайын кішкене ертерек енді. Ақыры енді қарсыланбайды екенсің. Қарсыланбағанда 11:30-да іш, 10-да іш. Содан кейін енді президентімізді қатты жақсы көрсең, президентіміздің жаңағы жаз құттықтауы YouTube-та басқа жерде тұрады, кейін көріп, қарап, рахмет деп бата қоясың, Қазақстан аман болсын деп. Ал бірақ егер қатты соған қадалып тұрсаңыз, ал енді жалпы отырып үйдегілермен бір дастархан жайып, жақсы ниет айтуда тұрған еш нәрсе жоқ. Бір нәрсе, шырша мәселесінде. Шырша енді, өзіңіз айтқаннан кейін, шырша енді бұл шын мәнінде адасу қалып барады. Егер ол шыршаны безендіріп, сол шыршадан бір көмек келетіндей, сол шыршаға бір айлану деген сияқты нәрселер, бұл енді біздің қазақи дәстүрімізге де, нақышымызға да, ұлттығымызға да бұл келмеген нәрсе. Керек десеңіз, Ресей Федерациясының өзі бұдан бас тартамыз деп отыр. Өйткені бұл православиялық неде жоқ бұл нәрсе. Бұл басқа нәрседен келген, шетелден келген дүние. Бізде анау Совет үкіметі кезінде Америкаға қарап ерегісіп қана догоним и перегоним деген сияқты нәрсе болды ғой, бақталастық. Содан туындаған нәрсе деп, олардың өзі, олардың жаңағы православия шіркеуі айтып жатыр да. Енді ол қаншалықты мемлекет дәрежесіне кетеді, уақыт көрсетер, бірақ десе де біздің қазақтың өзінің төл мерекелері бар. Ұлтымыздың, мемлекетіміздің. Сондықтан айтпақ болғаным, бұны апарып дінге шатастырып, дінді апарып бұған бір-біріне қарсы қоюдың керегі жоқ. Біз зайырлы мемлекетте өмір сүреміз. Біздің өзіміздің заңымыз бар, ата заңымыз бар. Жоқ, сен қарсы болсаң, ешкім сені мылтықпен тіреп, жаңа жылда қарсы ал демейді ғой енді. Бұл өзің ықтиярың. Қарсыласаң қарсы ал, қарсыламасаң қой. Сондықтан бұны дау қылып туғызып, елдің ішіне ірткі салудың керегі жоқ. Онсыз да біздің жетілмей жатқан жерлеріміз жетілдіріп, халықтың басын қосу бізге бүгіндегі уайым бөлетін нәрсе емес. Ертең 31 декабрь адамдар өздерінше шампан атып, аршаға жүгіріп, арша айналып, өліп түліп жатады. Сонша қуаныш. Хош, қуанатындай не істедік? Қуанатындай не істедік? Хош,
Кім тұрып маған айтып бере алады? Қуанатындай не істедік? Бір жылымыз өтті. Бірақ бір сүре Құран жаттаған жоқпыз. Bir süre. Mine kari apalarımız da otur. Atalarımız da, ağalarımız da, ne bir çigitler otur. Bir süre jattadınız mı? Ömrünüzü özgerttiniz mi? Üyünüzde yen kimide bir İslam nuru kirdi mi? Bala şakanız var. Ul toylap berip atsız. Neşetin maşineden alıp berip atsız. Ülken kasırlarını. Bırak üyünüzde bir nur var mı? Kur'an kariyi var mı? Kızınız var, balanız var. Kur'an kariyisi var mı? Sizler beni keşirinizler. Kança üyler var. Beynamaz. Namaz yok, namaz. Namaz yok, namaz. Kari emez, namaz yok. Azan aytatın erkek yok. Dua kılatın ata yok. Dua kılatın apa yok.